Каналға қош келдіңіздер. Лайк басып, пікір білдіруді ұмытпаңыздар. Жаратқанға жол, жаңа бағдар мен даму. Ғалам өзгеріс үстінде. Бұл тек уақыттың ағымы емес, бұл жаратқанның қалауымен өрілетін жаратылыстық сценарийдің келесі күре тамыры. Барша тіршілік иелері, адамзат, ұлттар, планеталар, ұлы рухани айналымның ішкі қимылында. Бұл қозғалыс кездейсоқтықтың құрсағынан емес, жаратқанның терең мағынаға толы қалауымен туындаған. Қазір адамзат жаңа болмыстың табалдырығында тұр. Бұрынғы өркениеттер мен жүйелер ендігі кезеңнің сұранысына жауап бере алмайды. Өйткені қазіргі мезет шынайы даму мен біртұтастықтың нүктесі. Бұл кезең барлық адамзаттың жекелік пен жалған ажыратулардан арылу, өзара үйлесімділікті тану, рухтың тылсым тереңімен үндесу сәті. Бұл өзгерістердің бәрін біз дәл қазір тылсым деңгейде көріп отырмыз. Көрінбейтін әлемде қозғалыс басталып қойған. Санада, тағдырда, кеңістікте. Бүгіннен бастап жаратқанның үнсіз әрі қуатты ықпалы барша болмысты жаңа арнаға бұруда. Әлем халықтары мен ұлттардың, тіпті тұтас планетаның өзі тағдырлық бұрылыста. Көп ғасырлық тарихи инерциялар өз күшін жоғалтып, жаңа жолға бағыт алуда. Бұл жол жаратқанға қайтып оралу жолы. Бұл ақиқат мәнге, рухани түп негізге, кемел үйлесімге ұмтылыс. Қасиетті ғаламдық жаңа бағдар бұл тек алға ілгерілеу емес, бұл сананың қайта жаңғыруы. Бұл болмысқа деген жауапкершіліктің жаңа деңгейі. Бұл жаратылыс пен жаратқан арасындағы байланысқа ояну. Ғаламнан келіп жеткен ақпараттар бұл өзгерістің ауқымын айқындап отыр. Алдағы уақытта мемлекеттік деңгейде түбегейлі өзгерістер болмақ. Еліміз жаңа деңгейге көтеріледі. Материалдық та, рухани да шекаралар кеңейіп, жаңғыру үдерісі тереңдейді. Бұл тарихи бетбұрыс, ел рухының өрлеу сәті. Ұлт санасы дүр сілкініп бірден оянады. Ұйқыда жатқан рух қайта тіріліп, ішкі қуат оянады. Бұғаудан босағандай жұрт жүрегі жаңа шындыққа қарай ашылады. Бұрын көмескі болған шын мән мен рухани тамырлар айқындалады. Сананың толқындары, рухтың жаңа дәуірі. Қазіргі таңда ғаламда бұрын соңды болмаған құбылыстар орын алуда. Сана деңгейлері алшақтап, кеңейіп, көп қабатты шындық пайда болады. Біреулер 3D деңгейде өмір сүрсе, басқалар 33D мен одан да жоғары рухани қабаттарда әрекет етуде. Себебі бүгінгі таңда барлық рухтар жер бетіне түскен. Бұл жаратқанның ұлы жоспары. Әр адамның тәжірибесі қайталанбас, әр жанның жолы ерекше. Біз бұл түрлі деңгейде қатар өмір сүретін боламыз деп ескертілген еді. Сол көріністің нақ ортасында тұрмыз. Саналар арасы түрлі болғанымен бәрімізді бір тұтастық біріктіреді. Бұл тұтастық рухтың өзі. Қазір бізді басқарып, біріктіріп, есейтіп отырған жаратқанның дәніндей біздің рухымыз. Соңғы 3 жылда адамзат баласы мыңдаған жылдық рухани сабақты бір сәтте бастан өткерді. Бұл үдей түскен, тереңдетілген, тездетілген даму жолы. Уақыт сағымдалып, кеңістік тығыздалып, әр жан өз жолын айқын көруге мәжбүр болды. Рух ерте есейіп, ерте қиындықтан өтті. Бұл оңай сынақ емес еді, бірақ қажет кезең болды. Біз өткелдерден өттік, кейбірі артта қалды, кейбірі ілгері басты. Бұл да жаратылыстың заңдылығы. Жер атты планета бірізді даму емес, толқынды даму жүйесімен өмір сүреді. Бұл оның түп табиғаты.
Жер әуелден су планетасы, ал су тұрақсыз, ағын мен толқынмен өмір сүреді. Адам да дәл солай дамиды. Кейде толқын оны жағаға соғады, кейде тереңге батырып тұншықтырады, кейде қайтадан жүздіріп шыңға шығарады. Бірақ бұл тазару, шынайы көтерілу, кемелдікке жету жолы. Кемелдікке келген сәтте адам толқынды басқаруды үйренеді. Сонда ол ағыспен үндесіп, өз арнасында, өз айдынында еркін жүзетін балыққа айналады. Ол кезде сыртқы дауыл емес, ішкі тыныштық бағыт көрсетеді. Бүгінгі адамзат дәл осы өз айдынына жүзіп шығуға дайындық үстінде. Рух оянды, санамыз кеңістікті сезіне бастады. Бұл рух дәуірі. Қанша жерден мойындасақ та, мойындамасақ та ақиқат өзгермейді. Жаратқанның жаңа дәуірге арнаған ұлы жоспары өз күшіне енді. Бұл жоспар кездейсоқтықтан емес, жоғарғы сананың терең әрі ғарыштық үйлесімімен өрілген бағыт. Қазіргі таңда ғаламдық кеңесті басқарушы күштер жер бетінде әрекет етуде. Олар көзге көрінбейтінмен үндес, бірақ шынайы болмысымызбен етене жақын. 369 рух осы дәуірлік өзгерістердің өзегінде тұр. Олар планетаның бағытын, мемлекеттердің бет алысын, ұлттардың тағдыр жолын үйлестіріп, бағыттап отырған тылсым көшбасшылар. Және бұл рухтар бөгде емес, олар сіздер. Олар сіздер мен біздер. Олар қазақ ұлтының бойындағы ежелгі даналықтың, тектілік жадының, көне өркениеттік кодтардың ұйытқысы. Бұл жай ғана символдық ұғым емес, бұл ғаламдық деңгейдегі шынайы рухани миссия. Өйткені бұл кезең халықтардың ішінен рухани көшбасшылар шығатын кезең. Жаратқан әрбір ұлттың ішіне өзінің өкілдерін, жарығын, бағыттаушыларын орналастырған. Қазақ халқынан 369 рух. Бұл сан жай ғана сан емес, бұл санның құрылымдық коды. 369 ғаламдық геометрияның, аспандық үйлесімнің, энергия айналымының кілті. Бұл сандар арқылы ғалам қозғалады. Бұл сандар арқылы сана ашылады. Сондықтан дәл қазір орын алып жатқан өзгерістер жай саяси не әлеуметтік үдеріс емес. Бұл рухтардың үндесіп, бірігіп, жаңа болмысты өмірге әкелу сәті. Әрбіріміз сол 369-дың бір бөлігі болу мүмкіндігімен келдік бұл өмірге. Таңдау әркімнің еркінде, бірақ жаратқанның жолында үнсіз қалып, шет қалу енді мүмкін емес. Себебі ұлы жоспардың тетіктері іске қосылды. Әрбіріміз сол 369 рухтың бір бөлігі болу мүмкіндігімен келдік дәл осы өмірге. Таңдау әркімнің еркінде, бірақ жаратқанның жолында үнсіз қалып, шет қалу енді мүмкін емес. Себебі ұлы жоспардың тетіктері іске қосылды. Сіз де, біз де осы кезеңге бекер келген жоқпыз. Әуел бастан бір қасиет бар еді. Бала күннен жан дүниеде бір тылсым діріл болатын. Бірақ сол шақта менің санам ондайды қабылдауға дайын емес еді. Кәдімгі ақыл, логика мұндай құбылыстарды ертегіге балап, шетке ысырып тастайтын. Алайда бәрі өзгерді. 29 жас адам мен рухтың шекарасы, ал 30 жас шын мәндегі жолдың бастауы. Сол шақта оның айқын мойындауға мәжбүр етерлік ғаламдық тікелей үндеуі басталды. Бір сәтте бәрі қозғалысқа түсті. Айналамдағы адамдар, тағдырлар, оқиғалар, планеталық жүйелер мен галактикалық құрылымдар бәрі өз мағынасын ашып маған қарай беттеді. Сана шок күйіне түсті. Мұндай ауқымды ақпаратты ми қабылдауға қауқарсыз еді. Бірақ жүректің тереңіндегі рух үн қатты. Ол былай дейді: сен мұны онсыз да білдің. Бәрі саған бұрыннан таныс. Қорықпа, күреспе, жай ғана еске түсір.
Ал ақыл мен логика, олар бұл тылсымға қарсы тұрды. Олар мұның бәрін елес, қиял, сандырақ деп айыптады. Ішкі майдан басталды. Жан мен ақыл арасында үздіксіз арпалыс, бірақ шындық деген тылсымға қарсы тұра алмайды. Не көрсем сол орын алады. Түнде көрген бейнелер, түйсікпен келген адамдар таң ата жер бетінде нақты оқиғалар арқылы менің алдыма келіп тұратын болды. Алғашында не екенін түсінбедім. Бұл қандай күш, қайдан, не үшін? Уақыт өте келе ғана шындық ашыла бастады. Мен түйсіндім. Барлық бұл құбылысты жасап жатқан жоғарғы рух, менің емес, мен арқылы әрекет ететін рух. Оның күші менің жанымдағы шексіз ғалам. Сол сәтте бас идім, тынышталып қабылдадым. Себебі мен ұқтым, рух жаратқанның бөлінбес бөлшегі. Сол сәтте жүрек жарыққа толды. Ішімнен үн келді. Міне құдірет, міне мен іздеген нұр, мен аңсаған шындық осы екен. Көбіңіз осы жолдан өттіңіздер, осылай. Тылсым мен қасиет, алапат күштің жолы. Тылсым мен қасиет бұл жай ғана ерекше сезім не қабілет емес. Бұл ғаламмен тікке байланысқан алапат күш. Оның ғажабы мен сынағы қатар жүреді. Себебі тылсымды жүрекпен сезіну бір бақыт болса, оны көтеру бір міндет. Қасиетке ие болу, нұрға малыну емес, сонымен бірге көлеңкеден сүрінбей өту. Бұл жолда адасу да мүмкін, алдану да мүмкін, бірақ бір нәрсе мәңгі ақиқат. Бәрін жаратқанға тапсырыңыз, себебі оның жоспары мүлтіксіз. Айна қатесіз, адам түсінбей күрескен кезде рух шаршайды, ал сеніммен тапсырған кезде рух ұшады. Себебі жаратқан бәрін көреді, бәрін біледі, бәрін дәл есептейді. Сондықтан тылсымда жүрген жан үшін ең биік қорған сенім, ал қасиетті ұстап тұратын күш мойындау мен табысу. Осы жазбаның авторы қазақ қызы Фарида Нұр Тасушы парақшасынан рұқсат алынып жарияланып отыр.